Айсұлтан Мөлдірдің соңынан Қытайға қуып барды. Мөлдірді ұмыта алмай жүрген Айсұлтан ақыры жобаны тастап, Мөлдірдің соңынан Қытайға аттанды. Еске сала кетейік, Мөлдір Қытайда жаңа кәсіп бастаған болатын. Бүгін Айсұлтан әпкесімен Қытайға жол тартты. Бұл туралы Айс әлеуметтік желідегі парақшасында хабарлады. Айсұлтан Қытайда Мөлдір жүрген қалаға да жетті. Мөлдір мен Айсұлтанның қолдаушы апалары тіпті Мөлдірге осы жайлы жарыса жазды. Күтпеген жайт орын алды. Қосылайық эфирін тізгіндеген Альмира Асхатқызы Айстың қайда екенін сұрады. Бүкіл қатысушылар әрине Айсұлтан Мөлдірді қуып Қытайға кетті деп жайып салды. Еске салайық, Айсұлтан Қосылайықтың өткен эфирінде Мөлдірге деген сезімі өшпегені жайлы көзіне жас алып айтқан болатын. Айсұлтан әлеуметтік желідегі парақшасында махаббат үшін күресуі жайлы да жасырмады. Оны естіген желі қолданушылар мен қатысушылар Айсұлтанды қолдап, махаббат жеңеді деген болатын. Бірақ Айсқа эфир барысында ауыр айтқан қатысушылар да жоқ емес. Бұйырып тұрса, махаббат жеңетіні рас болса қосылар. Мөлдірді айтты ғой, осы ара қатынасқа шынайы болдым. Істемеспін дегенімді істедім деп. Жанем, Айс. Қызарғып ұялып қалдың ғой. Біліп қойды ғой халық дегендей. Түптеп келгенде өзіңді маля мөлдірім деп отыратын күнің алыс емес ау осы. 1-24-23 тесіңдер. Айсұлтан тек бір қызға сезімін сақтап отыр, оның несі жаман. Айсұлтан Мөлдір шанс берді ғой, сен өзің кері шегіндің. Мөлдір тез ұмытатын қыз емес қой. Әлі талай ару келер, бірақ ондай қыздар өте аз, өкінішке орай. Айс, сен өзіңді алдамашы. Шын көңілің болса Мөлдірге барып кешірім сұра. Ол эфирге келмей, ондай арты таза қызды таппайсың, деп жарыса жазды желі қолданушылар мен көрермендер. Сонымен қатар қолдаушы апалар жақсы көрсе, екінші рет шанс бергенде жасаушы еді қадамдарын. Мөлдір жобадан шыққанда қосылып шығар еді. Сезім жоқ, просто бұрынғы популярность түсті, деп ашуға булықты Мөлдірдің қолдаушы апалары. Айсұлтан мен Мөлдір қосылама.